Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз дүниежүзі тарих пәні бойынша білім бойынша жиынтық бақылауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнама тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде 20-ші ғасырдың басындағы әлем білімі бойынша жиынтық бақылау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Тапсырманы орындайық. Картамен 20-ші ғасырдың басындағы отарлаушы мемлекеттердің үшеуін белгілеңіз. Осы мемлекеттердің отары болған мемлекеттерді белгілеңіз. Үш отар мемлекет: Франция, Жапония, Ұлыбритания. Отарлаушы мемлекеттер бұлар бізде Франция, Жапония, Ұлыбритания. Отары болған мемлекет бұл бізде Ұлыбритания. Отары болған мемлекеттер: Ұлыбритания әлемнің аса ірі орталық державасы болады. Үндістанға, Африка, Австралияға. Франция отар болған мемлекеттер бұл жерде Алжир мен Үндіқытай. Жапония отар болған мемлекеттер Манчжурия, Корея, Қытай. Енді біз осы жерде көрсетіп шығуымыз керек екен картамен. Қазір енді бұл жерге барлығын жазып шығатын боламын. Бұл жерде бізде Ұлыбритания орналасқан. Міне мына жерде Ұлыбритания орналасқан. Британия деп қояйын, өйткені көп болып кетеді. Британия міне осы жерде орналасқан. Қазір белгімен көрсетемін, меткамен. Міне осы жерде орналасқан. Келесі енді біз табуымыз керек, әрине, Жапония мемлекеті. Жапония міне осы жерде орналасқан. Ал бұл жерде Корея. Ал бұл жерде Жапония. Міне біз үш отарлайтын мемлекетті таптық. Енді біз жалпы отарланып алған мемлекеттерді табуымыз керек. Бірінші, Ұлыбританияның отары болған мемлекеттер, бұлар бізде Үндістан. Үндістан бұл бізде осы жерде. Міне бұл жерде Үндістан. Келесі бұл бізде Австралия. Австралия бұл бізде осы жерде орналасқан. Австралия. Осы жерде Австралия. Келесі біз енді бұларды Ұлыбританияның отарларын таптық. Келесі бізде Франция отары болған мемлекеттерді табуымыз керек. Франция бұл бізде осы жерде жалпы орналасқан. Бұл бізде Франция. Ой, кешіріңіздер. Міне осы жерде орналасқан Франция. Қазір жазатын боламын. Франция. Осы жерде меткамен көрсетіліп кетті. Осы жерден қарап өтсеңіздер болады. Францияның енді бізде отары болған мемлекеттерді табуымыз керек. Францияның отары болған мемлекеттер бұл бізде әрине жалпы осы мемлекеттер екен. Бізде Франция, міне Алжир мен Үндіқытай. Бұл жерде Алжир орналасқан. Алжир. Қазір меткамен көрсетемін. Және де Алжир мен Үндіқытай. Үндіқытай бұл бізде осы жерде шамамен орналасқан. Бұл жерде дұрыс көрсетілмеген, сол себептен сіздерге
дұрыс таба алмадым. Бұл жерде дұрыс көрсетілмеген. Тек шамамен өздеріңіз белгілеп алсаңыздар болады. Міне үнді Қытай. Келесі. Енді біз Жапония отары болған мемлекетті табуымыз керек. Корея және де Қытай. Корея бұл қасында тұр. Міне Корея. Кореяның Жапония тұр міне. Ал бұл жерде Қытай орналасқан. Қытайды жазамыз. Соңғысы бұл Қытай. Қытай. Міне Қытай. Осы жерде орналасқан. Енді құрметті оқушылар, жалпы бұл жерде енді сіздерге толықтай барлығын сызба нұсқа бойынша көрсетіп кеткен болатынмын. Жапонияның отары болған мемлекеттер бұлар бізде Корея мен міне мына жерде тұр Корея және Қытай мемлекеттері. Ал Франция мемлекетінің отары болған бұл бізде Алжир және де үнді Қытай. Келесі бұл Ұлыбританияның отары болған мемлекеттер бұл бізде Үндістан және де Австралия мемлекеттері. Осы жерді жалпы отарлаған бұл Ұлыбритания. Құрметті оқушылар, енді бұл видеоны тоқтатып өздеріңіз қарасаңыздар болады. Солай өздеріңіз мемлекеттерді тауып алсаңыздар болады. Әрине бұған өте көп уақытым кетті. Осы жерден видеоны тоқтатып немесе скрин жасап қарап алсаңыздар болады. Картадан да таба аласыздар. Сізге ыңғайлы болсын деп барынша осылай көрсетіп отырмын. Енді бұның барлығын әрине өшіріп тастаймын. Басқа да тапсырмалар үшін бұлар кедергі болады. Сол себептен бұл тапсырмаларды, бұл жауаптарды өшіруге мәжбүрмін. Барлығын өшіріп тастадым. Енді біздер келесі тапсырмаға көшуіміз керек. Бізде екінші тапсырма терминдерге анықтама беріңіз деген. Модернизация дегеніміз не деген? Модернизация бұл жаңғыруға бет бұру, Франция жаңғырту, артта қатардағы елдердің деңгейіне жетуге жергілікті халықты қалған елдердің алдыңғы бағытталған мемлекет саясаты. Халықтары артта қалған елдердің алдыңғы бағытталған мемлекет саясаты. Бұл бізде модернизация деп аталады. Қазір енді бұны сіздерге көк түспен бояп көрсететін боламын. Жалпы модернизацияның негізгі бұл анықтамасы болып жатады. Артта қалған елдердің алдыңғы қатардағы елдердің деңгейіне жетуге бағытталған жалпы мемлекеттің саясаты. Мына жердің бәрі қате болып қалған екен. Мемлекеттің саясаты. Мемлекеттің саясаты. Міне дәл осылай жазып аласыздар. Келесі бұл жеке кәсіпкер, өмір сүрудің дербес көзін тапқан адамдар тобы.
міне дәл осылай жазасыздар. Келесі жаратылыстанудағы революция бұл бізде 20 ғасырдың басында қоғамдық дамуға ғылым мен техниканың ықпалы зор болды. Осы уақытта ірі ғылыми жаңалықтар ашылып, қоршаған орта туралы қалыптасқан түсініктерді қайта қарастыруға тура келді. Мұны жаратылыстанудағы революция деп атады. Келесі бұл Фордты. Фордты бұл бізде алғашқы жарыққа шыққан арзан автомобиль. 1903 жылы Форд атауы осы автокөлікті шығарған өнеркәсіптің басшысы Генри Фордтың құрметіне қойылған. Енді құрметті оқушылар, біз толықтай тапсырманы орындадық. Енді біз әрине дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Дескрипторда бірінші отарлаушы мемлекеттер картада белгілейді деген барлығын мен көрсетіп кеттім. Мына сіздерге барлығын ашып айтып, барлығын стрелка бойынша көрсетіп, қай мемлекеттер отарланғанын соның барлығын көрсеттім. Және де осындай терминдерге анықтама беріп шықтым. Осы бойынша біз толықтай бағаландық. Бізде толық балл 10 балл, осы 10 балдың толықтай 10 балын алып отырмыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, және де лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда дәл осындай БЖБ тапсырмалары шығатын болады. Сол себептен менің еңбегімді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.